Кеш жарық қадірлі көрермен, эфирде ең алғашқы бағдарламасы. Әдеттегідей күн сенбі. Біз өздеріңізбен біргеміз. Қадірлі қонағымызды қарсы алайық. Әнші Тоқтар Серік. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай аға? Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Жайғаса қалыңыз. Қош көрдік. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Сізді айтысқа шақырды ма, шақырмады ма? Жоқ, шақырылдым. Мен бірақ барған жоқпын. Айтысқа қатысым келген жоқ. Соңыңыздан ілестік баяу ғана, өз орның бар түссең де қай арнаға, әніңменен тербетіп алашыңды. Айтыскер әнші болсам не бөгөт бар, жігітке жет өнерде аз емес пе бай, Жалпы жылқыға жақын жігітсіз. Жылқыға жақсы, бірақ өзім жететін жылқыларым бар. Қанша? Енді қазақ санын айтпайды жетеді. 1000 жылқы бар ма? 7-8 үйірі бар. Қош келдіңіз. Болды. Сөзді ғой. Жұмыс жасаймыз айты. Бүгіннен бастайық. Болды. Бола ма? Болады. Сіздің жауабыңызды көп күтетін болдық қой. Мен көкемді қобалжып келіп отырмыз. Пейіліңе ұқсап тұра бір сенің, әлемдегі әсем сұлу гүлің. Қадірлі көрермен, бізбен бірге Тоқтар ағамыз. Аға, шақыртуымызды қабыл алып келіп жатқаныңызға мың алғыс. Рахмет. Ыңғайлы ғой, бәрі. Өте ыңғайлы. Иә. Бұл енді ең алғашқы деп аталады. Бағдарламаның шартымен түсіндіріп өтейін. Бізде бірнеше ұяшықтар берілген, әртүрлі түстермен. Әр ұяшықтың атауы бар, ар жағында сіздің ең алғашқы қадамдарыңыз. Бағдарлама соңында сіз бен біз Тоқтар Серік жасамаған ең алғашқы бір қадамды жасау керекпіз. Келістік. Қиын болмаса жасаймыз бір несі. Қарсылық жоқ қой? Қарсылық жоқ. Жақсы. Ұяшықтарға өтейік, түстермен танысайық, тақырыптарды ашайық. Қай түстен бастаймыз? Күлгін, сары, жасыл, қызғылт сары, қызыл және көк. Күлгін бірінші дөреген, күлгіннен бастайық. Күлгін. Күлгін ұяшықтың тақырыбы мынадай. Сөзден сүріндім деп аталады. Сөзден сүріндім. Сөзден көп жерде сүрінесің ғой енді. Бәрі енді қазір. Дегенмен әншілердің ішіндегі шешені өзіңіз. Шешемін деп айта алмаймын, бірақ дей тұрғанмен де неғұрлым ұтымды жауап беруге тырысам бәр жерде. Бірдеңен бөлдірейін деп отырған жоқсың айтамын, мен бір жерде құртқан жоқпын. Жақсы. Көрейік, ұяшықты ашайық, тақырыпты оқып өттік, айттық, енді тарқатайық. Тоқтар Серіков Алматыдағы Абай атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатында 6 сыныптан бастап оқыды. Ал ауылдан келген қара баланың айтыс өнеріне деген қызығушылығын оятқан дәл осы білім мен өнер ордасы. Жоғары классқа келе бастағасын, мен баламдай бауырыма тарта бастадым. Өйткені ақындығы бар, әдебиетті жақсы көреді. Қазақ тілі мен әдебиетін тереңдету мектебі болғасын, ақындығы бар, әншілігі бар балалар, соған үйірме есебінде бөліп алып аламыз. Тоқтардың бір ерекшелігі тез тақырыпты қара сөздермен береміз, соны тез үйреніп, соған ыңғайы келіп, тез айтады. Наурызда айтыс көрінісі қойылу керек екен. Енді біздің өлеңмен жазып жүргенімізді біледі, ұстазымыз, содан екеумізге айтысасыңдар деді. Ең алғаш екеумізге жазып берді. Енді оның айтатын өлеңін мен жаттап алғам. Ол да мен не айтатынды біледі. Содан қарап отырсам бір жерінде тоған сыбағаңды берейін деген сияқты мәтінде жоқ нәрсемен суырып салып ызғытып отыр. Сосын мен де сол жерде бірден анау қалды жаңағы жаттап алғанымыз. Басымнан сөз асырмаймын, асылдаймын деп келтіріп, ел деген қыран топан. Сөйтіп, ең алғашқы айтыстың бір ұшқыны дейміз ба,
солай басталды. Үлкен мынау республика сарайында болатын айтыстарды барып көрдік. Тоқтар Серіков, Алматы мемлекеттік консерваториясының студенті, Семей облысының түлегі. Жақсы ғой сері жігіт атанғаным, көрініп көрген елден баталғаным. Достым-ау әнші болсам айыбы не, орындап жүргенім ғой атарманым. 95 жылы Алматыда Абайдың 150 жылдығына арналған бір айтыста болу керек. Осы Тоқтармен кездестік. Ол енді сол кезде жас жігіт. Ол Тоқтардың айтыс сахнасына, үлкен сахнаға жаңа шығып жүрген уақыты, мен бір 3-4 жыл болған, 4-5 жыл болған төселіп қалған уақытым. Сондықтан да мені бір жеңіп кетті деп айта алмаймын. Себебі егер жеңіп кетіп, ол жүлдеге шыққан болса, бір есте қалатындай болатын еді. Енді әркім өзінің жанын қалаған нәрсені жасайды ғой, бірақ Тоқтар сол айтысқа келген кезде айтыскерлік қызығушылығы болғанмен де оның негізгі басым өзінің ойы, мақсаты, сол қабілеті әншілікке қарай болды да, ол да өзі соны түсінді айтыста, кейін әншілікке кетіп қалды. Қазылар алқасы. Тоқтар Серіков бер жағында отырған. Тоқтар Серіковке 1 ұпай берілді. Серік тұрыңдар. Мақсат Жұмашев ар жағында отырған. Мақсат Жұмашев 10 ұпайменен қазылардың 10 даусымен айтыстың келесі кезегінде жоқ. Есіңізде ме осы шақ, осы сәт ең алғашқы айтыстың аламанына қатысқан Тоқтар Серік? Иә, бұл дәл осы айтыс есімде. Мақсат Жұмашев. Мақсат Жұмашев екеуміз айтысқанбыз. Енді ол жерде негізі басым мен жеңіп кеткем. Бірақ енді айту, сол кездің заман сон, мен бұл негізі тура осы тақырып жақсы қозғалды негізінде. Мен айтысқа осы кезде өкіліп қалғам. Содан кейін айтыстың ар жағында тазалық болмайтын шығар. Жеңіп тұрып жеңілу, содан бұрылып кетіп қалғам осыдан. Осы айтыстан. Яғни осы айтыс сізді өкпелетті? Бұл айтыс мені өкпелеткен тура осы жер. Реніште қалып кетті ме, жоқ әлде айтылды ма? Реніште қалып кетті сол ішімде. Сол еді, бірақ бұны қайтып жария қылып таратқан жоқпын. Айту сол кезде де білмеймін. Оны айту бұрмалап жерді. Бұл айтыстың басын аяғына көрсе ел түсінеді. Иә, дегенмен де біз жаңағы бағалау сәтін көргенімізде 9-да 1 деп айқын басымдылықты Мақсат Жұмашевқа берді. Сөйтті енді, сол жүректе қақ қойды, сол өкпелеп қалғам. Бұл негіз осы айтыстың таза толық нұсқасын тауып бір шығарғым келіп жүр. Таза нұсқасын. Ал осыдан кейін сізді айтысқа шақырды ма, шақырмады ма? Жоқ, шақырылдым, мен бірақ барған жоқпын. Айтыстарға қатысым келген жоқ. Ал сіздің ең алғашқы қарсыласыңыз айтыстағы Серік Қалиев? Алғашқы қарсыласым ретінде емес, мен Серік Қалиевті мен өзімнің ағам ретінде, сол айтыстың мен негізгі айтыстан ұстазым ретінде бағалаймын ол кісіні. Себебі мен негізі сол айтысқа алғаш сол сүйреп жүріп өзі шығарған айтысқа мені, сен айтысасың деп. Өзіне қарсылас қылып жасады біріншіден. Екіншіден, мен не айтатымдың бәрін сызып, жазып, көрсетіп, сен мына жені былай айт деп, не қылым, менің жеңу жолдарымды үйретті. Сол кезде мен жеңіс деген нәрсені сол арқылы түсіндім. Кейін ақыр аяғында сол Серік Қалиевтің баптауымен кәдімгі оқушылар мен студенттер арасындағы айтыста 1-ші орынды жеңіп алдым гран-приді. Ол кезде марқұм Мұхтар Бөбетаев бар, сонымен айтыстым. Марқұм Ерік Асқаров ағамыздан сол кезде баталған, ол жаңа бір газетте шыққан суретін тұр ғой, соның тақырыбы Тоқтар Еріктен баталды деген. Сонда мен тіліме қызықты ма сөйлеп отырған, мен сөйлеткісі келді ме, сен Серіков емес, Еріков болып жазыласың деп айтатын сөздер болатын. Сен менің балам бол деп. Сөйтіп Ерік Асқаров сол кезде мен өзінің шәкірті қылып таңдап, сол жерде балам бол деп, ел алдында батасын беріп, сонда сол газетке шыққанбыз. Тоқтар Еріктен баталды деген. Одан кейін де енді жаңағы айтыстың бүгінгі уақытқа бейімделіп бір шоу нұсқалары шығып жатты ғой. Әншілер мен ақындар айтысып жатты. Мен оны құптаған жоқпын өз басым. Шақырылдыңыз ба? Шақырылған жоқпын оған. Басында естігем, мен сені шақырады деген естігем. Мен бірден айтқам, өзіме көмекшілерім келіп айтқан, мен көмекшілеріме жетіп отыр хабар. Мен оған бармаймын деп. Себебі ол жерде біріншіден енді айтыс деген ол өнер ғой. Мен өзі айтыс дегенді менің ойымша енді бұл бабаларымыздан келатқан ешқандай бір мінсіз дүниесі ғой, қалған артта қалған. Бұны енді бүйтіп жәнегі екі сөздің басын құра алмайтын, тек өлең айта алатын,
өнерде әншілікпен ғана аты лайықталған азаматтар мен қыздардың бұл өнерді сол жерге барып кішкене ұятқа қалдыруын қаламадым. Мен айтысатын едім. Менден шын айтыс болатын еді. Кәдімгідей жұлмаласып бірдеңе айтысатын еді. Дәл қазір ең алғашқы бағдарламасының студиясында шын айтысқа шақырамыз сізді. Мені? Иә. Мен саған. Онлайн айтыс деп айтсақ болатын шығар, өйткені бүгінгі уақытта енді айтыстың жаңаша түрлері шыққан. Экран арқылы сізге бір шумақ айтыскерлер айтады, сізден жауап болсын. Жарайды. Жақсы ма? Қадірлі көрермен, арнадан алыстамаңыз. Қазір Тоқтар Серіктің айтысын тыңдайсыздар. Ал қымбатты көрермен, онлайн айтысты бастайық. Әуелі экранды көрейік. Одан кейін барып Тоқтар ағамыздың жауабын тыңдаймыз. Кеттік. Айтыс деген аламан көп бар екен, ақындардың көзінде от бар екен. Ең алғашқы ғарышкер Тоқтар еді, ең алғашқының қонағы да Тоқтар екен. Қаяндаға шырқасаң дел жоғары қояр баға, соңыңыздан ілестік баяу ғана. Өз орның бар түссең де қаярнаға, әніңменен тербетіп алашыңды. Өтінемін ешқашан аялдама, аялдама. Әнмен елді баураған Тоқтар аға, осы күні үлгісіз көп балаға. Айтысты да тамаша бастап едің, не себептен қалдыңыз Тоқтап аға? Ал жауап сізден болсын. Жігіттер айтыс деп бір сұрағасын, қалайша бұндай сәтті тұра аласың? Көп болды қынабынан шықпағалы, баяғы әппақ семсер жыр алмасым. Дидардай бауырларды көрген көзде толғанбай осындайда тұра алмассың. Айдеңіз. Көңілі бұлағаңның жаз емес пе? Сендерді көрген сайын мәз емес пе? Айтыскер әнші болсам не бөгөт бар? Жігітке жет өнерде аз емес пе? Сөзде шіркін шықпай жатыр таңдайымнан, сәлем беріп дидар шалғайыннан. Аманжан саған бауырым көп рақырметтерді де сорғалаттың маңдайымнан. Қалғайдағы шабытты шақырып жатырмыз. Ал енді тағы бір ақынды экранға шығарайық. Бар ма тағы көру? Иә. Астанадан Серікзат Дүйсенғазы. Хит болған алталашқа бар әндері, бұл Тоқтар қазағымның табандері. Бір кезде атым әлім ақын еді, таныған қазағымның тамам жері. 96 жылы айтысып біз, ширек ғасыр өтіпті одан бері. Одан кейін сен әнші болып кеттің, ақын деп әспеттеді қоғам мені. Бүгінгі эфиріме қызық болсын, дедіме салып қойды саған мені. Тоқтаржан, мен өзіңе сәлем бердім, бармысың Шұбартаудың қара керауа, ей.
айтыста зеңбіректей оқталатын, қайда жүр сол баяғы тоқтар ақын. Сахнаға шыққан кезде қалың қауым қазы қарта жегендей боп қалатын. Эстрадада ерекше өнер ғой бір, көрермен сезіміне шоқ салатын. Эстрада табысымен салыстырсаң, айтыстың жүлделері жоққа жақын. Айтысты эстрадаға құрбан қылдың, табысты болғаннан соң көп табатын. Ей, беу. Досым-ау, сен ойлама, ондай ұл деп, жүрген жоқпын өнерді қорлайын деп. Қай өнерде жүрсем де атым лайық, аспанға бұл секілді торлайын кеп. Қанқу сөзді айтасың сыртқан маған, жігіт едің кезінде ондайың жоқ. Айтыстан кеткенім сен білесің бе? Біріншісі саған бөлек бөгет болмайын деп. Жанында көріп айтыспаған соң қиын екен. Ондайды айтысы. Әдеттегі айтыстан қиын. Әдеттегі айтыстан қиын. Мынау жақсы да жанында отырған. Иә. Дегенмен де аға, шалғайдағы шабытты шақырдық. Тоқтар Серіктің оңай шаруа емес екен. Ең алғашқы қадамына саяхат жасадық, дұрыс қой? Айтыста сіздің ең алғашқы қадамыңыздың бірі. Иә. Жалпы ақындардың емес, жалпы халық көп қоятын сұрақты сауал. Көпшіліктің көкейіндегі сауал. Неге сен Тоқтар кезінде ақын едің? Одан кейін дәстүрлі әнші болдың, бірақ эстрадаға неге кеттің деген. Бірақ мен эстрадада жүргенде бір бөтен елдің намысын жыртып жүрген жоқпын, сол бір ел ғой. Сондықтан халық қайтарым, мен қай өнерге салсаңыз да дайымын, күйде тартам, ән де шығарам, дәстүрге де бармын, арасында тер майдатын да бар. Эстрадаға барғаным ол ақша үшін емес. Таза өнерге деген махаббат. Таза өнер. Менің, алла куә, өтірік айтсам, мен осыдан жұлдыз болып кетіп, ақша тауып, байып кетейін деген менде мүдде ондай ой болмаған. Қадірлі көрермен, біз жалғастырамыз. Аға, жаңа бір ұяшықты таңдадық. Келесі ұяшыққа көшсек. Күлгінді көрдік. Енді? Көкті көрейік. Көк туымыз. Көп ұяшықтың тақырыбымен танысақ. Берсе қолынан. Бермесе жолынан. Берсе қолынан деп көп айтасыз ба, жоқ? Бермесе жолынан деп алып кететін сәттер көп пе? Осы батылдық менде жоқ. Таза, дәл осы батылдық жоқ. Берсе қолынан, бермесе жолынан жылы болып алып кетем дейтін менде сондай бір батылдық жоқ. Осы менде осы жағына келгенде бір қайта жасықтық бар. Адам көңілінен көп қарақшымын мен. Жақсы. Бұл ұяшықтың ар жағында қандай қадам бар, көрейік. Ол кезде бала болғаннан кейін, өнер адамы болғаннан кейін, енді бірталай қызықтар болды. Мейрамбек, Тоқтар, мысалы екеуін, мені, үшеумізді салыстыратын болса, Тоқтар өзінің сондай ұқыптылығымен, одан кейін енді Мейрамбек екеуміз қаланың адамымыз. Ал ол ауылдан келген. Қазақстанның түкпір-түкпірін араладық қой біз. Ауыл, аймақты, подхоз, совхоз, отделение дейма, барлық жерде жүретінбіз. Сол кезде қай ауылда жүргенімізді, ол ауылдың әкімі кім, үлкен кісісі кім, оны мысалы шаруамыз жоқтығым. Ал енді Тоқтар көбінесе үлкен кісілердің әңгімесін тыңдап, сол ауылдың әкімдеріне жақын жүретін. Үлкен кісілердің сол аты жөндерін жаттап, ол кезде телефондарын жазып алып, кейінде араласып сөйтіп жататын. Көкемізге енді ол кезде жылқы мінгізеді мысалы,
соған көзі жанып, өзі Тоқтар Серіков болып халыққа танылғаннан кейін де кейін өзіне де жылқатап, басқа да бір сый сияпат жасаған кезде алып кетеді, немесе ол кейін десе оны қасындағы мысалы ана көмекшісі хабарласып әйтеуір қалдырмайтын. Болмаса әзіл қалжыңмен сөз тапқанға қолқа жоқ дейді ғой. Ай, менің жылқыларым бір топ болып қалған шығар деп мысалы қалжыңдап. Мен жалпы ойлаймын, өнер адамы бизнеске бейімділігі өнер адамының ішінде осындай сирек кездесетін шығар. Бизнеске бейімділік бала кезден басталды ма? Енді мен алма замандасымның айтып тұрғанның енді бір кереметті енді оқыптым деп айта алмаймын ол жағынан. Жаңа ат мінгізгендер көп болды ғой бізге, жаңа айтып отырық қой. Ең алғашқы тақымға қысқан тұлпар кім берді, қай жерде? Өнеріме риза болып ең алғаш мінген жақсы аттар да осы Алматы қаласында Нұрлан Дүйсенбек деген ағамыз, жалпы өнеріме де өте қатты жанашыр болған кісі. Сол кісі көп берді маған. Біреу емес, бірнешеу берді. Ағылшын тұқымынан да, араб тұқымынан да Нұрлан деген ағамыз бар және. Сол осы екі Дүйсен, Нұрлан деген екі ағам маған көп сен жүйрік мініп жүр, саған жараса, сен ана ақандардың, біржандардың артынан жүрген ұрпақсың ғой, сен жақсы атпен жүруің керек деп маған жақсы атты берген. Сол кісілердің берген аты қазір көбейіп жылқылар қазір. Мен сол таза ағылшын тұқымы мен араб тұқымдары менде әлі күнге дейін бар, үзілген жоқ. Жалпы жылқыға жақын жігітсіз. Жылқыға жақсы, бірақ өзім жететін жылқыларым бар. Қанша? Енді қазақ санын айтпай жетеді. 1000 жылқы бар ма? 7-8 үйірі бар. Ең алғашқы кәсібіңіз? Менің ең алғашқы кәсібім осы өнер ғой. Шоу бизнес дегенде кәсіп қой. Жақсы. Бәлкім мына жол ережелері сіздің ойыңызға бір кәсібіңізді салар. Нақтырақ айтатын болсам, мына белгі. Ол белгі. Бұл кәсіпті ашқаным рас. Бұл кәсіп әлі күнге дейін бар. Жол жөндеу. Бұл енді кейін жол жөндеу компаниясы. Компаниясы өзімнің ұлымның атында, үлкен ұлымның атында. Соның атымен ашқам. Бұндағы ашқан себебім. Мен бұл маман емеспін. Бірақ ақша салған мен болғаннан кейін, мұның иесі менмін. Не түрткі болды бұл компанияны ашуыңызға? Бұл компанияны ашу қызығушылығыңыз жоқ. Түк қызығушылығым жоқ бұған. Мен қызығын айтайын мұна. Бұны және мен бір ауылдан мынандай менде бір қатықпан қағида бар. Мен туған апа жезделерім, аға жеңгелерім, Құдайға шүкір бар, бауырларым бар. Солардың бәрі ауылда қалып, болмаса қалада болса да күйбең түрікпен жүргеннен кейін, солардың бәріне көмектесейін десем, қазы берем, бере берем, бірақ кейін олар үйреніп кететін болса бұл дүниеге, бұл өздеріне қиын болады. Менде де болмай қалатын сәттер болады ғой. Соны әр ойлап беріп, мынандай деп өзім шештім. Әр үйден бір-бір бала алдым. Апаларымнан бір-бір баладан, ағаларымнан бір-бір баладан өзім алдым. Соны айттым, бұл балаларға нарғай сіздер мейлеріңіз қатырмай қойыңыздар, соларды оқыттым. Киіндірдім, кәдімгідей. Оның арасында жасырасын жоқ, несін жасырайын. Маған 3 қайнаса сорпасы қосылмайтын да ауылдың балалары болды. Олардың шын айтсам, бірінің әкесі жоқ, бірінің шешесі жоқ болды. Оларды да алдым қолыма. Ондағы ар мақсатым біздің ауылдан бір азамат шықса екен. Мен шамам жеткенде оқытайын, арғай жұмысқа тұрғызып жүрейін. Мүмкін біреу бизнесмен болып кетуі мүмкін, біреу арғай үлкен мамандыққа жету деген. Құдайға шүкір, дәл сол арманым ақырын-ақырын орындалып жатыр. Сол әкелген балаларым бәрі бітірдім. Көбінде сол 4-еу осы Автодоржан университетке оқытқам. Бұның болашағы бар деп. Сол жігіттердің айтуымен болған фирма бұл. Жақсы, Тоқтар мырза, ақша жүрген жерде алаяқтық, бір-бірінің жолын кесу, алдау, арбау деген нәрселердің болатындығы хақ. Сізді алдап кеткендер? Жетеді мен алдап кеткендер. Құдайға шүкір алдап кеткендер жетеді. Алдап қалған мен кінәлімін. Алдап кеткен олар кінәлі емес, негізі алданып қалған өзім. Олар Теміртордың бер жағында жүр ме, ар жағында ма? Ар жағында да жүргендер бар, бірақ оған менің кесірімнен емес отырғаны. Менен де басқа адамдар. Бірақ біреуін заң орнына беріп, мені сөйтіп алдап кетті деп бетіне шыққан жоқпын. Ол жағынан арым таза. Сіз жоғалтқан ең қомақты қаржы? Қатты айтарлықтай қаржы болған жоқ. Мен бір ары кетсе бір 30 миллион теңгедей бердім қолыммен, өз қолыммен. 30 миллион теңге. Қайтарылмады? Қайтарылмады. Тоқтар аға, бүгін сіз ағыңыздан ақтарылып жатырсыз, бірақ бізде жарнама.
жарнамаға кезек берейік. Көрермен, алыстамаңыз, біз сіздермен біргеміз. Ең алғашқы Жанар Айжанова! өнер иесі бала күнінде қандай еді? Фамилиясын сұраған ғой, Айжанова деген. Бірге оқитын баласы ғой, Сәбит. Сол Сәбит деген бала, немене сен әжең фамилиясына жазылғансың ба деген ғой атына. Сол жерде сонымен шатысып мұның ғанасып кетті дейді. Әншінің актрисалық жолы неден басталды? Ол мен мына жағында жүрді. Ар жағыңызда бар. Ар жағында жүрді. Біреулердің ойнағанына көңілім толмайды. Актриса күтпеген тосын сый. Жаңа аяқ машина алып келген шығасыңдар ма? Білмеймін. Алып келген шығасыңдар мүмкін. Жанардың сіз білмейтін қандай қыры бар? Шашын алып зүйленкі жаққа кесіп алған жерлеріне. Жыбырлақтардың құлағы кететін. Жанар Айжанованың әкесінің соңғы аманаты. Жанар екінші рет тұрмыс құрды. Күйеуге шығарда да маған айтқан, апа менің руым басқа болады, мен басқа болайын деп тұрдым. Сенбі кеші 18:35-те Еуразия бірінші арнасында. Келесі ұяшық. Жасыл ұяшықтың атауы ұстазым менің ұстазым. Ұстазым менің ұстазым деп айтқан кезде есіңізге кім оралады? Бағдарлама ең алғашқа. Ұстазым менің ұстазым дейді, менің өмірдегі алғашқы мектептегі мұғалімдерім оралады, жасыратын жоқ ұстазым. Одан кейін қаншама ұстаз көрдім мен. Өнердегі ұстаздарым, өмірдегі ұстаздарым деген сияқты. Ұстаздан жолы болған жігітсіз. Ұстаздан жолы болған. Жалпы мектепте ұстаздардан жолы болған жігітпін. Жақсы, көрейік, толық танысайық. Тоқтар Серіковтің о баста талантын таныған Алтынбек Қоразбаев деп топшылайды көпшілік. Ал шындығында ең алғаш жас өреннің бейімін байқап, оны өнерге баулыған Дулат Ешенғазин есімді азамат. Бақанас совхозы бірге Совет үкіметі кезінде болған өркен ауылы. Сол совхозда біраз жыл ауылдарда еңбек істедік. Ол кезде енді өздерің білетін шығарсыңдар, әлгі аудандық әлгі не болады? Смотр художественной самодеятельности дейді. Енді сол кезде мен сол Тоқтар Серіковті сол бірінші көргенім, кішкентай бала ана жерге де барып та тыңдап тұрады. Қолында домбырасы бар. Ана жерге де барып тыңдап, әлгі кішкентай бала құсап ары бері жүгіріп бір ойын несі жоқ. Тоқтардың енді алғашқы сол сахна көріп, өнер адамдарының арасына араласып қосылғаны сол ең бірінші осы мына Бақанас ауылы, өркен ауылы. Одан кейін енді сол мына аудандық мәдениет үйіне барды. Енді содан концерт қойды, соны көрді. Алғашқы қадамдары енді осы сол Шұбартаудан басталады. Ортан шұлым үйленген осы 1-2 жыл бұрын тойына келді, тілек айтты. Тілек айтқанда өнерге алғашқы аяқ басып, осы смотрға қатысқан, алып барған мына Дулат аға деп өз аузымен айтты. Енді әрине іште риза боласың ғой. Әбден дұрыс нәрсе. Бұл менің сонау біздің ауылда Бақанас деген ауылымыз бар, көрші. Сол ауылда оқығам. 4-ші класс пен 5-ші классты оқыдым. Сол 5-ші класс бітірген жыл Алматыға кеттім, содан Алматыдан 89-дан бастап. Соға дейін оқыған мектебім. Сіз өнер көрсеткен ең алғашқы сахна? Ең алғашқы сахна. Дулат ағамыздың айтып тұрғаны рас. Алғаш сол жерде жылында қыстың күні бір уақыт ауданында совхоздары арасында үлкен бір жарыс өтетін. Оны бірдеңе деп айтатын. Смотр. Смотр дейді, ойбай. Лениннің қазандай басымен кәдімгі печат қойылып, мынандай бір грамота беретін ол кезде. Оны алу деген керемет болды. Ондай менде қазір бір ай өтірік етпей қойын, бір 20-30 жатыр ау. Сол кезде соған барып смотрға алып барады. Сол кезде Дулат ағаның айтқаны рас, ана кісілер дайындалып жатқанда барып қараймын. Әншілердің әрқайсысын гитара ойнаған, домбыра ойнаған. Содан аналар мені көріп, бұл өлең айтушы еді ғой деп, мен шақырып өлең айтқызып, содан смотрға қатыстырып, сол ауданға жарысқа барып, бүкіл аудан риза болып, ойбай, содан іздеп келушілер көбейді ғой мені. Ойбай, осында кішкентай бала бар деп. Яғни аудан орталығында көзге түстіңіз. Көзге түстім, сол кезде көзге түстім. Енді әншілікті сол кезде бастап, енді сол мына осы ағалардың түртпегі ғой. Сол кісілер айтпегенде мені елеп ескеріп, шын мәнінде қолынан жетелеп, сахнаға шығармаса, сол смотрға қатыстырмаса, өнерге деген махаббатым мүлдем жойылып кетуі мүмкін еді. Құдайға шүкір, сол осындай ағалардың арқасында бұлақ көрсең көзін аш. Көзін аш деген сонда. Әрине, сіз туралы әңгіме айтқан кезде, сіз туралы бағдарлама жасаған кезде Алтынбек Қоразбаев көкемізді айтпасақ болмас. Әрине, ол кісі енді менің өнердегі әкем. Біз ол кісімен сұхбаттастық. Сұхбаттаңыз. Көрейік, назарыңыз экранда болсын.
Мейрамбек пен Тоқтар екеуіне енді бірақ Мейрамбектің атында болды. Үй алып бердім кәдімгі өз қаражатымнан. Сол 95-те ғой деймін. Екеуі де бойдақ әлі сол жалдамалы пәтерде тұратын. Соны ойлап енді бір гонорарларымды жинап екеуіне 2 бөлмелі үй алып бергем. Ол Мейрамбектің атында болды. Тоқтар соған өкпелеп жүрме деп әлі күші мен күмәндарым кішкене. Мейрамбектің атынан неге алып бересіз, маған неге әпермейсіз деген. Білмеймін, енді ішкі дүниесінің ар жағында Тоқтарда маған реніш бар ау деп ойлаймын өзім. Өзім ойлаймын солай, бірақ білдіртпейді. Ақ қарасына жаратыңыз ба? Көке, кешіріңіз, осын сіз дәл қайсыр айтып отырсыз ғой, менде осы нәрсе ойымда жоқ көке, сол үйде тұрғаныма қуанышты болсын. Бірақ ол үйді Мейрамбектің атына жазғаныңыз рас, кейін сатқанда ол ақшасын бөлмей бермей кетті ғой маған. Көке, енді көкеміз біздің, Алтынбек көкеміздің ол үй ғана емес. Жалпы берген, оның берген есептемей ақ қояйын. Ол кісінің берген деген біздің санасақ шашымыз жетпей қалым мүмкін. Менің ұстазымның маған бергенін айтатын болсам, ол мүмкін емес нәрселер. Мәселе берген, мен осы кісіге осының бәрін қалай қайтарам деп ойлап жүрмін. Ол кісі мен туралы басқа ойымда жүрген, олай ойымдамай қойсын көкем. Көкемнің маған бергендерін қалай қайтарсам деген ойыммен жүрмішін айтатын болсам. Көкемнің көкейіндегі сұрағы сол. Өкпелеп жүрме, ренжіп жүрме, реніш жоқ. Реніш жоқ. Жақсы. Ондай ешқандай бұрын осындай сұрақ көп келетін мынандай. Халықтың арасынан айтады. Осы сен байқайым Мейрамбектен көп кейін тұрасың. Негізі Мейрамбекке көп бұрылып қарайды, саған көп нетпейді, саған аса көп назар аудармайтын сияқты деген. Сенен гөрі Мейрамбекке көп бүйрегі бұрып тұрады деген қазақтың арасында күңкілөзектер болатын. Сонда мен шын мәнде бірақ нәрсені түсінетім. Ол оң жақ қанатым, мен сол жақ қанатымда. Бір қанатпен бір құс ұшып кетіп бара жатқанын естіген жоқпын осы күнге дейін. Сондықтан біз 2 қанаты болғанбыз көкеміздің. Егер де мен қазір соған өкпелеп кетіп қалсам бұрылып, көкем бір қанатсыз қалады ғой деген оймен әлі күн келеді. Сондықтан мен көкем әлі ұшу үшін сол бір қанаттың рөлінде жүруім керек. Рахмет жауабыңызға. Сізге өкпелі ұстаздарыңыз бар ма? Бар. Кімдер? Мектептегі ұстаздарым. Неге? Мен ол кісілер жұлдыз болып кетті ойлап жүр қатты. Жақсы. Мектептегі ұстаздарыңызды тыңдайық. Төп түстім ғой деймін. Бәлкім? Концерті болады деп естимін. Бірақ енді мені бөлек шақыратын шығар деп ойлаймын. Екінші анасы болдым ғой. Енді оған жамандағаным емес, кейде болып қалам. Бір рет шақырса қайтер екен. Бір рет шақырса қайтер екен. Өйткені жағдайы жоқ. Әлде жастығы ма, әлде қаттылау ма? Әйтпесе математика мұғаліміне де мен ата-анасы жоқ қой. Үш алып қалса, екілер көп болса жаным шығады. Мысалы, ана отыр ғой көз жақын, химиядан. Ондай концертке шақырды ма деп Нағимадан сұрайым ғой. Сен емес, мені де шақырған жоқ деп қояды. Себебі біз күттік кімнен. Бір концертін, я болмаса бір, білмеймін, мына мектепті шақырған шығар, бірақ біздер пенсияға шығып кеткен үлкен кісілер шақыруға болушы еді. Біз сол жағына қара ойладық. Содан кейін кейбіреулер айтатын, осы екінші интернетқа неге жақындап айтпайды деп жүретін сөздерді еститінбіз. Оның барлығын біз мұғалімдер үйде отырып біліп отырамыз ғой, қазір де телевизордан неден көріп отырамыз. Енді сондай жақсылығымен жүргенде балалар кішкене қайырымдылық жасап, біз өстік, жетілдік, балалы болдық, шағалық болдық деп ондай балалар бар. Үйтіп айтып өздерінің жағдайын көрсетіп тұрса, біз оған қуанар едік. Әбден орында бұл кісілердің өкпесі. Осы кісілердің осылай өкпелеп жүргенін білем. Сол мен жанымды жегедей жеп жүр, шын мәнінде. Себебі жаңа бірінші сөйлеген менің Нағима деген апайымыз біздің менің қазақ тіл әдебиетінен маған дәріс берген, сабақ берген. Бұл кісілердің өкпелейтін орны бар. Бір қателік жерін мен мойындаймын. Бұл жастыққа сүйейін бұны. Бұл я болмаса мен бір жұлдыз аурумен ауырып, артыма қарайлайламай жүргендігінен емес, я болмаса мен байып кетіп, бір тіпті қолым тимей жүргендіктен емес. Бұл таза бір жастықтың. Қазір мен 40-тан асып едім. Осы қате кемшіліктердің бәрі қазір маңдайыма тапанша болып тіреліп жатыр. Жалғыз бұл апаларым емес, менің тіпті бұл кісілердің сол тұста сол кездегі маған аналық мейірім төккен көп апаларымыз,
әкелік мен көп ағаларымыздың да кейде хабарын сұрай алмай қаламын. Мен кейде өзім ойлаймын, өзім жаным жегідей мен үлгермей жатырмын осыған. Осы кісілердің көзі тірісінде бәрінің алдына барып зерлеп отырып кешірім сұрағым келеді. Менің мұғалімдерім, менің тоқтар болуыма ана Нағима апамның өте үлкен себеп тиген. Менің ақын болуыма, менің әнші болуыма, дәл осы Алтынбек Қоразбаев көкеммен де жолығуыма осы кісінің үлкен септігі тиген кісі. Жасыратын жоқ, мектепте мен кейбір сабақтарды төмен баға қойып тастайтын. Себебі оқымайтын ол сабақты. Жаңағы химия болсын, әсіресе математика, алгебра деген нәрселерден кіші. Менің жаңағы Нағима апам баратын томпаңдап. Әй, тоқтар, өмірі математик болмайды ғой деп бастайды әңгімені. Соны мен білем баға сұрап тұрған. Сөйтіп мен 3 болса 4-ке, 4 болса 5-ке қорытқызып жіберіп сөйтетін. Сол кісілер менің өмірімнің алдын көріп тұрған екен ғой. Ұстаз аналардың өкпесі орында. Орында. Сондықтан мен кешірім сұраймын, бірақ бұл кешірім жарамайтын кешірім. Барасыз ғой? Барам. Екеумізге барайықшы бірге. Жақсы. Сен ақыр осыны бастадың ғой, бірге барайық. Жақсы. Соны тағы бір түсіріп алдың, елге көрсетші соны. Нағима апа, үйіңізде болыңыз, біз бірге барамыз. Келесі ұяшықты көрейік. Қорқыныштысы қызыл сияқты, қызылды көрейікші, қызыл. Қызыл. Қызыл ұяшықтың атауы қандай екен? Үзілген үміт. Қызартатын сұрақтар ғой дейме адамды, қызартып. Үзілген үміт. Үзілген үміт дегенге не айтады? Қандай ойға жетелейді тақырыпты? Үзілген үміт деген өзің енді әр неден қарауға болады ғой оның, әр несі үзілген үміт. Жалпы өмір жолында, өнер жолында, жалпы бәрін қойға болады. Білмеймін енді. Сіз ұстаздан жолы болған адамсыз. Шәкірттен жолыңыз болды ма? Шәкірттен жолым болмады деп айтуға болмайды. Әлі мен толық олар дайындап біткен жоқпын. Сол әлі бұның бастамасы басалы аяқталған жоқ. Кейін олар біздің деңгейге жетіп, оларды халықтың қалаусына ілінген кезде мен айтамын сол кезде бірақ айтайын. Менің жолым болды, болмады деп. Мына күнтізбе бәлкім сіздің есіңізге бір сәтті, бір шақты оралтар. 2001 жыл. Сіздің өміріңізде қандай оқиға болды? 2001 жыл есіме түспей жатыр. Мүлде есіңізде жоқ. Иә. Көке, есіңізде ме, осындай кезімде біз сағанада салып шыққансыз. Енді бата беріңіз, осы бала шықсын. Әлібей Қаниев деген көкемнің шәкірттерінің шәкірті. Ең алғашқы шәкірт. Ең алғашқы. Әліби. Көрмегеніңізге көп болды ма? Біраз болды. Қарсы алайық, ең алғашқы бағдарламасының студиясында Семейден атартып келіп отырған Тоқтар Серіктің ең алғашқы шәкірті Әліби мырза. Ассалаумағалейкум. Ал қалыңыз қалай? Қош келдіңіз. Жақсы. Ал жайғаса қалыңыз. Әліби. Шәкірт өзгерген бе? Өзгерді. Бұл баланы баяғынан кішкентайынан еститімін. Шырылдап өлең айтады сөйтіп. Менің бұрын енді қалада жүріп байқамағам ғой. Содан сол менің туған жиенім айтқан соң бір барып іздеп барып тауып алдым бұны. Көрдім. Енді баямен орындап айтқан өлеңден домбырамен бәрін неге салсаң ұрып тұрды сол кезде. Содан Алматыға оқып алып келдім. Алматыда оқыттым. Интернатта Алматы. Мен оқыған интернатта оқыдың ғой сен? Иә. Өзім оқыған интернатқа оқыттым. Одан тура менің не ізімен жүрді, соны істеткім келді ғой мен қазақша айтқан кезде. Содан оны бітірді, одан кейін театральныйға оқуға түсірдім. Оқуға да барып өзім басына қоймай жүріп осыны
бұнағы жасыратын жоқ, маған қатты өте жақын болды өнер үшін. Бірақ енді Алла тағаланың қалауы солай болған шығар, бұл кішкене денсаулығынан сәл сыр берді, содан 1 жылға емдетуге жібергем. 1 жыл емделу керек болатын. Солай ғой, бірақ негіз бұл қайты келу керетін болды. Сол кездегі ректор, Алла разы болсын, Арыстанбек деген қазір біздің бұрынғы министріміз, сол ағамыз сол кезде осының өнер үшін 1 жыл рұқсат берді. 1 жыл рұқсат берді кәдімгідей. Барып, емделсін 1 жылдан қайтып қабылдаймын деп. Содан киімеді ғой бұл бала. Сол кеткеннен мол кетті. Содан кейін естідім, үйленді. Әліби, неге оралмадың? Мен енді отбасын құрып 21 жасым және. Содан өнерді былай тұрып, өмірдің шаруасымен және әуресімен кетіп қалдым. Тұрмыстың тапшылығы тауқыметі жеңіп кетті ме өнерді? Сол жаққа қарай кетіп қалдық. Ұстазға деген құрметті? Ұстазға деген құрметті емес, жалпы өнерге деген... Ағамыз ренжіп отыр, хабарласпайды деп. Көкем өкпелі маған енді расымен. Хабарласпауыңызға не себеп? Бәлкім бір Тоқтар аға байқамаған бір көлеңкелі тұстар бар шығар. Бұл кісінің енді үмітін ақтаймағаннан кейін жиі хабарласып, жиі көрісуге кішкене ыңғайсызданасың. Бір Аманжан бір қызық айтайын. Осы бұл мен небәрі менімен бары кетсе 1-2 жыл жұмыс жасады. Кішкентайында бір көрінді, есейген шағында бір жұмыс жасаған жоқ. Кішкентай шағында ғана жасаған. Сол нәрсені мен барған жерде сұрайды ғой. Үнемі сұрайды? Үнемі сұрайды. Әліби қайда деп. Мен кейде шүмелемді, ондай бақты қазір ертең шәкірттерім әлі маңдайына жұқпай тұр. Жабысып емес, жұқпай да тұр. Сүйрелеп атсам да әлі танылмай жатыр. Бұны сол бір-ақ рет шығып мен әлі күнге дейін сұрайтын елі бар. Дәл қазір осы жерден қайтып бастап кетсін, қайттан өнер жұлдызы болады да. Жақсы, Әліби қайда деген сұраққа жауап берейікші, көпшіліктің көкейіндегі. Мен қазіргі уақытта жалпы шоу-бизнесте болмасам да, сол өнердің ішінде жүрмін. Қазіргі уақытта Шығыс Қазақстан облысы Семей қалалық Әміре Қаршайып атындағы Семей мемлекеттік филармониясында әртіс әнші қызметінде. Ал ұстаз бен шәкірттің арасындағы байланысты қайта жаңғыртуға бола ма? Жоқ, әлде бәрі кеш пе? Мен шынына келгенде маған кеш сияқты көп нәрсе. Нешеге келдің сен? 31-ден 32 келем. 32-де? Түк кештік жоқ қой? Ұстазыңыз әлі де кеш емес деп отыр. Шақырып отыр. 30-да орда бұзайық деп отыр. Не кедергі? Білмеймін, көкемнің қолындағы көп нәрсе. Болды. Сөзді ғой. Жұмыс істесең жасаймыз айтты. Бүгінден бастайық? Болды. Бола ма? Болады. Сіздің жауабыңызды көп күтетін болдық қой. Мен көкемді қобалжып келіп отырмын өз. Тоқтар аға, дәл қазір менің қасымда отырған Әліби қатты қобалжып отыр. Мен мынау қолынан ұстасам кәдімгідей бір діріл бар. Қобалжыма, бауырыңызға басып қойыңызшы, шәкіртіңізді. Құшақтасып. Бетін арғасын мен бұны баланы қуып жүрген жоқпын. Құдайға шүкір. Сол әлі күнге мен сен уақыт алшақтатқан ғой сіздер. Жақсы көрем, сол күйінде жақсы көріп қалып қойғасын. Ешқандай не жоқ. Оған уайымдама. Менің тізімдерімде тұрған шәкірттерім ішінде сен бірінші болып әлі тұрсың. Ең аяғы үмбетіп те бар әлі. Қанатты шыққан жоқ. Ең алғашқы шәкірті Тоқтар Серіктің. Қолға домбыраны алайық. Қадірлі көрермен, Тоқтар Серіктің ең алғашқы шәкірті бізбен бірге. Жарнамадан кейін ұстаз бен шәкірттің сіздер сағынған әдемі әнін тыңдайсыздар. Ал ағайын, өздеріңіздің құлақтарыңызда қалып қалған әдемі ән анаға тарту ұстаз бен шәкірттің орындауында тыңдайық.
әлемге бөлеп есіміңді жүремін пейіліңе ұқсап тұрар бір сенің әлемдегі әсем сұлу гүлің пейіліңе ұқсап тұрар бір сенің әлемдегі әсем сұлу гүлің. Көп ұмытқаппын. Бай шіркін. Қайда мына кімнің Әлибидің есінде қалыпты. 2001 жылғы күнтізбені көрсеткенім енді есіңізге оралды ма? Енді есіме түсті. 2001 жылы алғаш сахнаға алып шықтыңыз Әлибиді. Алып шықтым. Содан Қазақстан бойынша гастрольге алып шықтым. Енді біз келешекте сіздердің қазақ сахнасының төрінде осылай ұстаз бен шәкірт болып жүргендеріңізді көргіміз келеді. Иншалла. Рахмет. Көкем енді менің сол өткен уақыттағы кері тартқанымды кешіріп, қолдау көрсетіп отырғаннан кейін елдің алдында, халықтың алдында кешірдім деп айттым ғой, болды енді. Ендігім тіпті ұят болады деп ойлаймын. Жақсы, жақсы. Алыстан атарытып, уақыт бөліп, ең алғашқы бағдарламасына келгеніңе көп рахмет. Біз ұстаз бен шәкіртті қауыштырдық. Ары қарай сіздің шешіміңізге байланысты. Көп рахмет. Біз әдемі әнді тыңдап алдық. Келесі ұяшықты таңдайық. Қызғылт сарыны көрейік енді. Қызғылт сары ұяшықтың тақырыбы махаббат машақаты. Охо. Махаббат машақаты дегенде не айтуға болады? Не айтуға болады? Сіз айтасыз ба, біз айтайық па? Ол сіздер бастаңыз, мен аяқтайын сол. Жақсы, біз бастасақ былай болсын. Мынау өлең жолдарын сіз оқисыз ба, жоқ? Мен оқып берейін ба? Қайсы? Ләйла деп құттай бір қағаз жұлып кеп алдым ойланбай, аз болар бұл сәт ойдатым, жүректен өшпей қозғандай, отқа да жанбай қойдатың. Жақсы, бұл өлең жолдары да сіздің есіңізге еш нәрсені оралтпайтын секілді. Бейне материалды көрейік. Текші. Жалғастырамыз. Осы ауданда, о кезде Фрунзе ауданы аталатын, талай қызықтарды бастан кешірдік. Тоқтар енді сері жігіт қой енді. Біраз қыздарға да ғашық болды. Осы интернаттың ауласында талай махаббат күндерін бастан кештік. Тоқтардың енді бірінші махаббаты Ләйла деген бір қызбен екеуі жақсы болып, дос болып. Тоқтар айтып келетін, Ләйланың комнатасына кіріп шықтым, төсегін ақтарып шықтым, айттым, бүйттім деп сөздерін айтатын, соны еститін біз енді. Не тексеріп жүргенін енді қайдан білейін енді. Өзінен сұрау керек. Қыздарға сөз беретін біз, сені жақсы көрдім, сені ұнатып қалдым. Жаңағыдай қағаз жазатын біз. Соны біреулер жеткізіп баратын, арамызда атқосшылар жүретін. Тоқтардың тек қана тілі бай еді ғой енді. Әңгімесі сол қыздарға ғашықтық туралы өлеңдер шығарып, соны жазатында қыздар енді құлақ болатын ғой. Тоқтар, мектептегі Ләйла Мәмбетбаева ғашық болған кезің есіңде ме? Есіңізде ме? Ләйла Мәмбетбаева деген қыз оқыды. Өте сүйкімді, әдемі болатын қыз. Ол қыз менімен жасты, бірақ біз В классында оқыдық та, ол А классында, ұмытпасам енді. Ұмытыңқырап бара жатырмын. Сол кезде, алғаш мектепте, ол кездегі махаббат қандай махаббат? Тәп-тәтті. Тәп-тәтті. Ең қызығы қуасың ғой, тырқыратып, ол қашады, сен қуасың. Жеткізбей кіріп кетсе, кіріп кетті, жетістап алсаң, қолынан бір ұстап қалсаң, мәз болып соған. Сол сөйтіп қуаласпай ойнайтын махаббаттар еді ғой, ол 6-шы, сол 7-ші мекен сол кездердегі. Есімде ол. Бірақ ол қыздың қазір қайда екенін де білмеймін. Алматыда шығар,
Көргіңіз келе ме? Өйтіп енді ондай айта алмаймын көргім келеді. Себебі ондай жастан емеспін ғой мен. Қазір енді бұл көрсем де бір қайттан бір сезім оянып, я болмаса ортада үлкен бір әңгіме болады дегенден емес. Жалпы ондай адам емеспін жалпы. Ләйлаға арнап өлең жаздыңыз ба? Есімде жоқ, Ләйлаға өлең жаза қоймаған шығармын. Есімде жоқ, жазсам жазғанда шығармын. Ақын болдым ғой мен, жазғанда әкесін танытып тұрып, қағазға шумақтатып өлең. Ерекең айтып қалды, талай өлең жазғанбыз деп. Жазғам. Мен сол Ләйлаға жазған білмеймін. Кімдерге жаздыңыз? Енді болды, енді мына атын атап түстемей ақ қойын, бірақ жазған өлеңдерім бар. Біреуін оқып берейін бе саған? Жақсы, тыңдайық. Арамыздағы қисық махаббат, бір-бірімізге біріміз. Мен оған ғашық болдым, ол маған сол ғашықтығыма қиянат жасады. Жауапсыз махаббат па? Жауапсыз махаббат, жауабы бар еді, негізі, бірақ сол мені... Сізге ұнамайтын жауап? Иә, соның маған жағы болған соң, маған қиянат жасалған соң жазған ғой. Қыз едің сен кезінде құның бөлек ойлап тұрсам, дәл қазір жыным келеді. Сенің қарғам бет жүзің былай тұрсын, суретіңді көргенде жыным келеді. Сен менің түсінбедің қадірімді, мен саған айта алмаймын қазір мінді. Егерде мен өмірден ғайып болсам, қопарып іздеп жүрме қабірімді. Сен менің білмейсің ғой қадірім. Кім сіздің қадіріңізді білмеген? Ол кетті, солай кетті. Аты жөнін айтуға болмайды. Айтпай-ақ қояйық. Қатты ғашық болған секілдісіз ғой. Әлі күнге дейін кезінде ғашық болған. Жазған өлеңіңіз жадыңызда. Жадымда ол. Бұл таза сезімнен туындаған өлең. Бізде әзірге жарнама. Жарнамадан кейін Тоқтар Серіктің ең үлкен өкінішіне тоқталамыз. Ал бізде соңғы ұяшық қалды. Бірден ашып тақырыбымен танысайық. Сары ұяшықты ашайық. Бәрін де сездің бе әке? Әуелгі сұрақ. Сіз де қазір әкесіз. Қандай әкесіз? Өз-өзіңізге баға бере аласыз ба? Енді қандай әкемін деп айтуға болады. Мен енді біріншіден мен балаларым өте жақсы көреді мені. 4 ұлым бар, Алланың берген сол 4, машалла 4 ұлым 4-еуі де мені жақсы көреді. Жоқ болсам іздейді. Алаңдап отырады. Алаңдап отырады. Соған қарағанда менің балаларым тәрбиесі жақсы өсіп келеді. Бір, екіншіден мен балаларыма тәрбие жақсы бердім деген ойдамын. Ал енді әр бала әкесіндей бола алмайды ғой, өзінің әкесіндей. Әрине, әркімнің тағдыры жолы бөлек. Жолы бөлек. Жақсы, ұяшықтың ар жағындағы бейне материалды көрейік, әңгімемізді жалғастырамыз. Тоқтардың папасы отыр, бір орныңыздан тұрып қойыңызшы, мамасы отыр, орныңыздан тұрыңыздаршы. Тоқтардың әкесі және мамасы. Құдам Қадыр Серікұлы 2007 жылы табалдырықты аттап келіп, құда болған жайымыз бар. 4 құдам бар енді менің. Бұл кісі жағы құдамның ішінде ең жақсысы деп ойлаймын. Үлкенде жасы жөнінен болсын, жол жөнінен болсын, жақсы құда болып сыйластық. Тоқтарды өте жақсы көрдім. Көп нәрсені соған сенедім. Отырыста болсын, басқа тойларда болсын, отырған жерде тоқтарым деп аузынан тастамайтын ол кісі. Шыны керек, біраз ауырды. Енді балалары көрсетпеген врач дейді ғой, дәрігерлер қалмады, бәріне жақсы көрсетті. Енді Құдайдың қолына тірлік қой енді кісі. Алып қаламады енді. Алла тағалаға бәрі керек адам, жақсын бәрі кетеді ғой. Өте қайғылы қаза болды шыны керек енді. Қатты ауыр дейді. Жалғыз Тоқтарлар бейбіттер емес, бәрімізге де Құда, жекжат бәрімізге де қатты ауыр болды. Орны бөлек адам. Әкемнің өзінің бір кішкентай есі болған, өлең шығаратын өзі бір. Соны Тоқтар ағамызға үйретіп, қасында еріп жүретін. Екі жолдас жоралар келген кезде дастархан басына шақырып алып, өлең айтқызып, өз соны мақтаған тұтып отыратын әкеміз бар. Әкеміздің өмірден кеткені бәрімізге өте қиын болды. Әкем
қаза болған уақытында осы Тоқтар ағамның шаңырағында өмірден озды. Тоқтар ағам бар, бәріміз өзіміз сол үйде отырған кезде осы біздің қолымыздан кетті, шығарып салдық. Мен өзім ойлайтын, әке өмірден өтіп кетсе мен шыдай алмайтын шығармын деп ойлайтын. Адам бәріне көнеді екен ғой басынан содан кейін. Сағынамыз әлі күнге дейін. Әкесіз ол шатырсыз үй секілді, жаңбыр жауса төбемнен су ағады. Келте ғұмыр бұйырып келте көкте. Бұл мен үшін ең қиын нәрсе. Сұрамай-ақ қойғандарың жақсы еді. Көп жерде айтып жүрмін ғой, бірақ енді біздің ұрпақтың міндеті айта беру ғой. Айта беру. Бірақ мен үшін дүниедегі ең үлкен өкініш осы. Қатты үлкен өкініш. Баяғыда мен кішкентай кезімде есімде, Аманжан. Есімден кетпей сол сәттер. Кішкентаймын. Қай класста мектепті уақытын білмеймін, әйтеуір кішкентаймын. Тым бір-екі рет шешеме солай сталып та қалдым. Төсектің астында жатып жылайтынмын. Көрпенің астына бүйтіп жамылып. Сонда мынау неғып жылап жатыр деп шешем түсінбейді. Немене жаман ырым бастап жатсың деп. Бірақ сол кезде осы күнді ойлайтын мен. Тура осы күнді. Түбі мен әкем мен шешемнен айырылып қаламын ғой деп. Сол өкініш тұратын жерде. Сол кішкентай кезімде тұратын. Сол кезде мен білетін, Алланың барын білетінді жалынатын Құдайға. Алла тағала менің әке-шешеме тиіспей қойшы, алмай қойшы деп. Неше? Қазір енді өзіміз әкеміз, бірақ әке болып тұрыз, еңіреп отырамыз. Бұл адамзат атауындағы ең бір үлкен қайғы қасірет жақыныңнан айырылу. Ертең бұл Алла тағала ол уақыт келгенде мен де кетемін өмірден. Менің де білем. Балам осы тура осындай күн кешетін анық сезінемін. Білем де. Тура қайталанады. Бірақ мен ішкі дүниемдегі бар арманым бүкіл бала. Тұңғырмағанда мен сияқты жақсы көрсе екен деймін, әке шешесін. Мен қатты жақсы көремін. Қимаймын әлі. Сіз сағынған сәтте әкеміздің тонын жамылып жатады екенсіз. Иә, оны кім айтып қойды? Бұл ең алғашқы. Ой, Алла, мені сырымды айтатын деп адамдар бар ауызды. Мен әкемнің соңғы үйге киіп келген тоны қалып қойды. Соны үйдегілер сұрап алып қоймаса екен деп қорқақшылап тыға беремін үйге. Бөрігі соңғы киіп келген өзінің тоны жемпері қалып қойды. Басқа киімдерін бәрін артынан жібердік. Сақиналары, оны шешем сенде тұрсын деді. Тоны сұрамас екен деп тығып қойғам. Сол күйі түрі. Әлі күнгі иісі бар. Оны мен әбден қаптатып қойып қойғам бейбетке. Мен кейде тоңған кезде қалай тоңамын? Бір кейде сағыныштан тоңамын. Бәрін іздеймін, қалтырайым. Соны киіп алам. Далаға шықпаймын оны мен. Өз бір бөлмем бар, соны кіремді аунап-қунап жатам, иіскеп. Балаларым көріп қоймасын деп тығылып жылай. Есейіп кетсек те, біз әлі баламыз. Иә, есейіп кетсек те әлі баламыз. Енді әрине кешірім сұраймын бүкіл елден. Менің көзіме жас алып ерік бергеніме кешірім сұраймын, себебі кейде бір үлкен адам баласының ішінде дүние бар, ешкім біле бермейтін. Мен сол дүниелерімнің біреуі осы, әкеме деген сағыныш. Тоқтар аға, бағдарлама барысында сіздің ең алғашқы қадамдарыңызға тоқталдық. Сонау айтыстан басталған балалық шақтағы қадамдар, махаббат, өнер, ең алғашқы ұстаз, шәкірт. Әркімнің өмірінде осындай ең алғашқы қадамдар бар.
сөз соңында осы жасқа келгенде сіздің түйгеніңіз? Менің өмірде түйгенім жаңа сен көрсеткен нәрсенің біраз нәрсе байқап көрдім. Керемет. Шын мәнінде мен өзімді бір жана таң қалдым. Мен бір жолмен жүріп келетінді ойласам, қалтарыста қаншама адам өкпелеп қалып қойыпты маған. Олардан да кешірім сұрауым керек. Сен маған бүгін бір керемет сабақ көрсеттің. Маған бәрі қуанып риза болып жүр екен десем, маған өкпелеп қалғандар да бар екен. Мен туралы басқа пікірді ойлап жүрген адамдарды көріп қалдым. Осылардың бәрін мен әлі кезігем. Кешірім сұрайтындардан сұрайым. Мен туралы басқа пікірде жүргендерге өз пікірімді түсіндірем. Бағдарламаға келгеніңізге, уақыт бөлгеніңізге, ағыңыздан ақтарғаныңызға мың алғыс айтамыз. Рахмет, мен дайындалып келгем негізі, бірақ дайындалып келген нәрселердің бәрі болмады. Быт-шытым шығардың. Тоқтарға. Аманжан, рахмет. Сіздің жұрт білетін бір ғана биіңіз бар. Би студиясына да бармаған екенсіз. Бүгін бізбен бірге ең алғашқы қадамды жасасаңыз. Би студиясына барсақ, Тоқтар Серікті билетсек бола ма? Көрек енді. Көрек билеп. Қалай болады деген? Кеттік пе? Кеттік. Мархабат. Ал жерде осымен болды ғой, сонымен? Иә. Бір билейміз, сонымен болды. Қатты билейміз қазір. Ең алғашқы. Жанар Айжанова! Өнер иесі бала күнінде қандай еді? Фамилиясын сұраған ғой. Лайжанова деген. Бірге оқитын баласы ғой, Сәбит. Сол Сәбит деген бала, немене сен әжең фамилиясына жазылғансың ба деген ғой атына. Сол жерде сонымен шатысып мұрнын қаратып кетті дейді. Әншінің актрисалық жолы неден басталды? Ол мен мына жағында жүрді. Ар жағыңызда бар. Ар жағында жүрді. Біреулердің ойнағанына көңілім толмайды. Актриса күтпеген тосын сый. Жаңа аяқ машина алып келген шығасыңдар ма? Білмеймін. Алып келген шығасыңдар мүмкін. Жанардың сіз білмейтін қандай қыры бар? Шашын алып зүйден жаққа кесіп алған жерлеріне. Жыбырлақтардың құлағы кететін. Жанар Айжанованың әкесінің соңғы аманаты. Жанар екінші рет тұрмыс құрды. Күйеуге шығарда да маған айтқан, апа менің руым басқа болады, басқа болайын деп тұрдық. Сенбі кеші 18:35-те Еуразия бірінші арнасында. Қымбатты көрермен, студияда айтқанымыздай Тоқтар мырза екеуміз би студиясына келдік. Тоқтар аға, енді ең алғашқы қадамды бізбен бірге осы бір би студиясында жалғастырмақ ниеттеміз. Қалай, көңіл күйіңіз? Дайынсыз ба? Көңіл күйі жақсы. Масқара болып қалмасақ болды. Бұл енді бір ұятқа қалдыру мақсатында емес, қымбатты көрермен, керісінше өзіңіз бір бара алмай жүрген батыл адамға жетелеп жатқан жайымыз бар. Ал көрейік. Әйгерім деген қарындасыңыз бүгін Тоқтар мырзаға би үйрететін болады. Бірнеше биді біз осы би студиясында жақсылап жаттығып көрерменге ұсынамыз. Дайынбыз ба? Жақсы, оңайлау болсын, мен қазақи қимылыма келетін. Тырысамыз барынша. Жақсы, көрермен, іске сәт Тоқтар Серіков мырзаның билерін бірге тамашалаймыз. Келіңіз Тоқтар аға. Бірінші жеңіл биден бастайық, кішкене. Оң аяқпен сол аяғыңыз. Қолыңыз бірге. Астыға түсіресіз, аяғыңызбен бірге. Солға, оңға жылжимыз, солға. Оң аяқ, сол аяқ, оң аяқ, сол аяқ. Қайттан сол аяғыңыз, оң, сол, оң. Сол аяғыңыз көтересіз, оң аяқ, сол аяқ, оң аяқ. Аяғыңызбен бірге. Сол, оң, сол. Оң, сол, сол. Сол, оң, сол, оң, сол. Денеңіз қозғалсын, Тоқтар аға. Деспасито. Жылжимыз солға. Алдыға жылжимыз. Артқа жылжимыз. Шетке жылжимыз. Шетке кіші отырып билеңіз. Оңға, солға, солға. Тағы да солға, оң, сол. Оңға кетін ақ қараймыз. Ар жаққа қараймыз. Алдыға қараймыз.
алыңыз ағай. Аха. Жарайсыз. Браво. Жарайсыз, жақсы шығып Әйгерім жатыр. қалай болып жатыр? Өте керемет, ағай барынша үйреніп жатыр. Керемет, бірақ шашаңқырап қалдық. Енді оңай нәрсе емес бұл екен ғой. енді қимыл, қозғалыс. Келесі би қандай? Келесі биімізді бастайық. Келесі биіміз лезгинка. Айналыңыз, өзіңізден айналыңыз. Айналыңыз. Алдыға қараймыз. Аха, аяғымыз көтереміз. Аха. Алдыға, артқа, алдыға, ағай алдыға, артқа, қолымызбен тез істейміз енді осылай. Әдемі. Мына Ең қарындасымыз алғашқы қадамы би студиясына бұрын соңды бармаған. өмірімде көрмегем. Қалай Әйгерім бірінші келген адамға? Өте керемет. Сенсеңіз, Аманжан, мен болады дискотекаға барып көрмеген адам. Жақсы. Үшінші биіміз бастайық. Үшінші биіміз ламбада. Өксеңізді қозғалтасыз. Аяғыңызды көтеріп, жан жаққа лақтырасыз. Кеттік. Отырамыз, лақтырамыз. Отырамыз, сол аяқ. Отырамыз, оң аяқ айналыңыз. Қолымызды ашамыз, белге қоямыз, жарайсыз. Белге қоямыз, жарайсыз, ағай. Ағай, өте керемет шығып жатыр. Жарайсыз. Тоқтар аға, қара терге түстіңіз. Түстім. Қалай, Айко? Жақсы. Бірінші мәртеге өте жақсы Тоқтар аға. Солай ма? Жарайсыз. Тоқтар аға, дәл қазір осы би студиясында Илигайға бір билейік, одан кейін көрермен. Оған болады енді. Ал кеттік ендеше. Қымбатты көрермен, бұл ең алғашқы бағдарламасы. Тоқтар аға, уақыт бөлгеніңізге, бағдарламаға келгеніңізге, осындай ең алғашқы қадамды көрерменге ұсынғаныңызға мың алғыс. Әбден терлеттік енді. Ел риза болса болды бізге. Бағдарламаны жүргізген Аман Тасыған өмірде аман жүріңіздер.